Армысыздар ағайын. Өздеріңізбен бірге Жетісу облыстық қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық Жетісу газеті және өткен аптадағы елді елең еткізген негізгі жаңалықтарға шолу жасайтын мен Рүстем Жанболатұлы. Сонымен өткен аптада әріптестеріміздің назарына нелікті, апта қандай жаңалықтармен есте қалды? Бірге шолып өтейік. Шолуымызды сейсенбілік нөмірден бастайық. Қаратал ауданына қарасты Кәлпе ауылында заманауи үстел теннис орталығы мен бокс залы ашылды. Бұған қоса Айтбұй ауылдық округіне қарасты Көкпекті ауылында еңселі мәдениет үйі бой көтерді. Үстел теннис орталығы мен бокс залы Астана 20 мемлекеттік қорының демеушілігімен жүзеге асып, жалпы бағасы 300 миллион теңге қаражат жұмсалды. Ғимарат іші сырты соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен қамтылған. Ал Көкпекті ауылында ашылған мәдениет үйінің жалпы аумағы 674,3 шаршы метрді құрайды. Мұнда 250 орынды үлкен сахналы залмен қатар домбыра, би, ән өнерінің үйірмелері де тұрақты жұмыс істейтін болады. Бүгінде тек ауыл шаруашылығы емес, спорт пен мәдениеттің де ордасына айналып келе жатқан Қаратал өңіріндегі ізгі істер жайында Санжар Сұлтанғазы Қараталдағы Қос қуаныш атты мақаласында тарқатып айтады. Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі бөлінген бюджетке қарамастан шығармашылық тапсырыс желісі бойынша үйірмелерге ваучерлер берілмей отырғаны. Кәсіпкерлер 2023 жылы облыста жан басынан шаққандағы қаржыландыру бағдарламасы аясында 830 миллион теңгеден аса игерілмеген қаражат бюджетке қайтарылғаны туралы ақпарат берді. Оның басым бөлігі шығармашылық тапсырыс қаражаты. Артспорт еду жеткізушілер қауымдастығы деректері бойынша осындай жағдай қайталануда. Бүгінгі таңда 8 мыңнан аса бала тіркелген, алайда ваучерлер берілмеген. Облыс кәсіпкерлері, қоғам қайраткерлері және кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің бірлескен кездесуінде прокуратура мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство тарапынан аталған жағдайды тексеру ұсынылды. Қаражат бөлінген, алайда балалар үйірмеге бара алмайды. Себеп неде? Айгүл Байбосынова ваучер неге берілмейді атты мақаласында мәселенің мәнісін айтады. Ескелді ауданында қуаты 26 мегаватт су электр станциясы пайдалануға берілді. ГЭС-ті жүзеге асыруға 10,5 миллиард теңге инвестиция тартылған. Станцияның жабдықтары түгелге жуық Австрия елінің Global Hydro компаниясының өнімі. Толық автоматтандырылған қондырғысы бар ГЭС-те тұрақты 21 адам еңбек етеді. Қора өзеніндегі ГЭС үш сенімді энергия көзі ғана емес, сонымен қатар экологияны сақтаудың тиімді қадамы. Қазақстанның энергетика саласын дамытудағы ауқымды стратегияның аясында қолға алынған жоба жергілікті халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ықпал етеді деген сенімдеміз деді нысанның ашылу салтанатында сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары Әсет Қанағатов. Қора өзенінің аңғарынан салынған нысан өңірдегі жаңартылған энергия көзін пайдаланатын 18-ші нысан. Алда тағы қандай жобалар іске асырылмақ? Дастанбек Садық су электр станциясы іске қосылды атты мақаласында толық мағлұмат береді. Бейсенбілік нөмірден оқитындарыңыз. Жетісу стадионында облыстың түпкір-түпкірінен келген 90 үздік аула командаларына 2000 доп сыйға таратылды. Салтанатты шараға облыс әкімі Бейбіт Исабаев арнайы қатысып, жас спортшыларға сәттілік тіледі. Таяуда түркістандық құрдастармен финалдық кездесуде 2-1 есебімен жеңіске жетіп, Қазақстан чемпионатында бірінші орын иегері атанған 2013 жыл туған ұлдар командасын марапаттау рәсімі де өтті. Салтанатты шара J-лига жобасы аясында жасөспірімдер арасындағы футбол жарысымен жалғасты. Жеңімпаз атанған 9 команданың ойыншыларына, яғни 90 балаға жазғы демалыс лагерлеріне тегін жолдама беріледі. Жеңімпаздарды қандай сыйлық күтіп тұр? Еңлік Кенебай 2000 доп таратылды атты мақаласында тарқатып айтады. Көп салалы аурухананың директоры Мадияр Өмірбаевтың айтуынша, облыс әкімінің қолдауымен өткен жылы құны 60 миллион теңге тұратын хайпек аппараты сатып алынған. Ол қатерлі ісікке ота жасауға керекті ең қолайлы заманауи құрылғы. Отадан кейін аппарат арқылы тіндер тазаланады. Израильден келген мамандардың қатысуымен ота жасау бойынша шеберлік сабағы да өткен болатын. Одан бөлек дәрігерлерді Монғолия, Түркия елдеріне тәжірибе алмасу семинарларына қатысып отырады. Ал Атырау және Жамбыл облыстарының мамандары жетісулық дәрігерлерден
шеберлік сабағын алуға құлшыныс білдіруде. Ғылым көшінен қалмай, заманауи құралдармен жабдықталып, үміті үзілуге айналған науқастарын сенімін нықтап, үмітін ұштап, ем беріп жүрген мамандардың жұмысы жайында Гүлжан Тұрсынның қатерлі ісікті емдеудің жол табылдатты мақаласынан оқыңыздар. Сарқан ауданының Қойлық ауылында осыдан 14 жыл бұрын бір мезгілде екі маңызды нысан көлік жөндеу орталығы мен наубайхана іске қосылған болатын. Жеке кәсіпкер Нұрбек Жұмабековтың бұл қадамы ауыл тіршілігін жандандырып қана қоймай, бірнеше адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік берді. Мемлекет тарапынан қолдау болса, төмен пайызбен несие алып, ГЭС жақтан үлкен жүк көліктеріне қызмет көрсететін көлік жөндеу орталығы мен шағын қонақ үй салуды да жоспарлап отыр. Мұндай ауқымды жоба шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына, жергілікті халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған нақты үлестің көрінісі болар еді дейді Сарқан ауданындағы әріптесіміз Жақсылық Игман еңбек етсең ерінбей атты мақаласында. Сенбілік нөмірдің басты тақырыптарына тоқталсақ. Маусым айының 3-ші жексенбісі медицина қызметкерлерінің төл мерекесі. Осыған орай Талдықорғандағы Бекен Римова атындағы драма театрында салтанатты шара өтті. Адамзаттың амандығына өз өмірін арнайтын медицина қызметкерлерінің еңбегін бағалау назардан тыс қалып көрген жоқ. Бүгінгі шарада да өз еңбегімен ерекшеленген бірнеше маман марапатталды. Соңғы 3 жылда 81 елді мекен медициналық санитарлық алғашқы көмек нысандарымен қамтылған. Облыс аумағында 58 блокты модульді кешен орнатылды. Ауылдағы денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы шеңберінде 15 нысанның құрылысы аяқталып, тағы 44-нің құрылысы жалғастырылмақ. Облыс қалалары мен шалғай елді мекендеріне маман тарту мәселесі де жақсы жолға қойылған мәлім. Қалаға келген дәрігерлерге 5 миллион теңге, ал ауылға келген дәрігерлерге 10 миллион теңге көлемінде көтерме ақы берілуде. Ел алғысына бөленіп жүрген ақ қалатты абзал жандар жайлы Гүлжан Тұрсынның «Мың алғыс сізге» дәрігер атты мақаласынан оқыңыздар. Жетісу өңіріне сапарлап келген Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Мұратов екі бірдей медициналық нысанның ашылуына куә болды. Ескелді ауданына қарасты Шымыр ауылында дәрігерлік амбулатория, Көксу ауданына қарасты Қызылтоған елді мекенінде фельдшерлік акушерлік пункт ел игілігіне берілді. 3000 тұрғыны бар Шымыр ауылында ашылған медициналық нысан ауылдағы денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында іргесі қаланып, бюджеттен 194 миллион теңге жуық қаражат бөлінген. Ал қызылтоғандықтар бұған дейін 1968 жылы салынған амбулаторияда дәрігерлерге қаралып жүрген. Енді дәрігерлік нысан халыққа алаңсыз қызмет көрсетеді. Мұндай мүмкіндік туғызуға республикалық бюджеттен 164 миллион теңге, жергілікті бюджет қаржынан 18 миллион теңге қарастырылған. Осыған дейін 9 өңірде болдым. Жетісу өңірі ел президенті артқан сенімді толық ақтап келеді екен. Жаңа нысандар ел игілігіне тынбай қызмет етсін дейді қос ғимараттың ашылу салтанатында қатысқан вице-министр. Толығырақ Дастанбек Садық қос медициналық нысан ашылды атты мақаласында тарқатып айтады. Мерекелік күндердің тізбесіне 15 маусым әкелер күні болып енді. Мақсат елімізде отбасылық құндылықтарды ілгерілету, отбасы институтын нығайту, әкелер институтын дамыту. Чех елдің белгілі ойшылы педагог Ян Амос Каменский бір әкенің тәрбиесін жүзмектеп бере алмайды депті. Өкініштісі, әкелер де бала тәрбиесіне жүре қарайтынды әсер етеді. Әке асқартау дейміз, баланы жағдайдағы құраққа теңейміз. Бүгінде желкілдеп өсіп келе жатқан жасы құрақтың бойын түзейтін негізгі құбыласы сол асқартау ма? Әлде заман орта дегендердің ырқына жіберіп алдық ба? Облыстық деңгейлердегі әкелер форумының өтіп жатқаны, әкелер одағының құрылуы, мектептерде тек әкелерге арналған жиналыстардың өткізілуі бұл мәселенің өзекті екендігін көрсетеді. Сонымен ұрпақ тәрбиесіндегі әкенің рөлі қандай? Жұмыстың көптігі, уақыттың жоқтығы дегендердің астарында тәрбиеге деген немқұрайлық жатқан жоқ па? Өсиет айтатындар көбейіп, өнеге көрсететіндер азайып кетпеді ме? Осы және басқа да сауалдарға байланысты Еңлік Кенебайдың «Асқар тау аласармасын» атты мақаласында ел ағалары ой бөліседі. Өткен аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды. Газеттен басқа да танымдық тағылымдық ақпараттық материалдар мен Жетісу
nuqta kz сайты арқылы да таныса аласыздар. Аман, сау болыңыздар.